Сәлем, достар. Бүгін біз күнделікті ас мәзірінен түспейтін көкөністердің бірі қызанақ туралы айтамыз. Ол пайдалы ма, әлде жасырын зияны бар ма? Толық мәлімет осы видеода. Қарап шығып, пайдалы ақпаратты бірге білейік. Бірінші бөлім – қызанақтың құрамы мен негізгі пайдалы қасиеттері. Қызанақ өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында ликопен күшті антиоксидант, жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Дәрумендері иммунитетті күшейтеді, көзге пайдалы. Калий мен фолий қышқылы жүрек жұмысын жақсартады. Күнделікті 1-2 қызанақ жесеңіз, қан қысымы тұрақтанады. Ас қорыту жақсарады. Терінің жағдайы жақсарады. Іш қату мәселесі азаяды. Екінші бөлім – қатерлі ісіктердің алдын алу қасиеті. Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, қызанақтың құрамындағы ликопен қатерлі ісіктердің кей түрлерінің дамуын тежейді. Әсіресе ер адамдар үшін простата обырының алдын алуға ықпал етеді. Қызығы, термиялық өңделген қызанақ, яғни пісірілген немесе қайнатылған соустардағы ликопен мөлшері артады. Үшінші бөлім – қызанақтың зияны бар ма? Алайда қызанақты мөлшермен тұтынбаса, зияны да болуы мүмкін. Бір қышқылдылығы жоғары гастрит немесе асқазан жарасы бар адамдарға көп жеу зиян. 2. Аллергиялық реакциялар кей адамдарда бөртпе, қышыну туғызуы мүмкін. 3. Бүйрек ауруы бар адамдарға құрамындағы калий мен оксалаттар жағымсыз әсер беруі мүмкін. 4. Консервіленген қызанақ тұзы мен сірке суы көп болғандықтан қан қысымы жоғары адамдарға ұсынылмайды. 4. бөлім – қалай және қанша мөлшерде тұтынған дұрыс? Ересек адам үшін күніне 1-2 орташа қызанақ жеткілікті. Оны жаңа піскен күйінде, салатпен, сорпамен немесе пісірілген түрінде тұтынуға болады. Бірақ таңертең аш қарынға жеу қышқылдықты арттырады. Сондықтан тағаммен бірге тұтынған абзал. Қорытынды, пайдалы ма, зиян? Сонымен қызанақ пайдалы, бірақ мөлшермен тұтынылуы тиіс көкөніс. Егер сіздің асқазаныңыз сау болса, қызанақты күнделікті тұтынып, ағзаңызды дәрумендермен байытыңыз. Бірақ егер гастрит, аллергия, бүйрек мәселесі болса, дәрігермен кеңесіңіз. Сіз қызанақты қалай тұтынасыз? Пікірге жазыңыз. Лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, алда пайдалы видеолар көп. Келесі кездескенше.